Барлығына сәлем, қайырлы күн тіледім барлығыңызға. Сіздерге үйдің жануарларын көрсетіп қояйын деп, сол таң азанмен сағат 6:00-де сиырымды саууға өлеңімді айтып келдім. Сиырымды сауып алып, шайымды ішіп алып, үй жинауға кірісейін дедім. Сөйтсем, алдыңғы жолы пылесосымды күйдіріп алғаным есіме түсіп, ойбу, енді немен тазалаймын деп үйімді айналып іздеп жүріп, осы бір жаман сыпырғыны тауып алдым. Қайырлысы дедім де, осымен үйімді жинауға кірісіп кеттім. Алдымен көрпешелерді жинап алдым деп баршаңызға айтпай-ақ қоя салайын, қалай жұмыс істегенімді. Онсыз-ақ видеода көрініп тұр, көріп тамашалап отырыңыздар. Және бұл менің алғашқы озвучкамен салған видео. Мені қолдап, лайк басып, комментария жазып кетіңіздер, дамуыма үлес қосып. Озвучка деп айтама, озвучка деп айтама, сол білмейді екен мектепте орыс тілін 5-ке бітірген сияқты едім. Ал қазір орыс тілінің о деген әрпін ұмытып қалдық қой декретте отырып. Негізі форматив болып жұмыс істеп жүрген кезімде кішкене орысшаға жақындап, сандарды орысшалап айтып үйреніп жүрген едім. Ал қазір декретте 2 бала босанып, оны өсіреміз деп орыс тілінің о деген әрпін ұмытып қалған жайымыз бар енді. Қалай айтылу керектігін комментария бөліміне жаза кетіңіздер, маған айтып. Ал сіздер аптасына қанша рет үй жинайсыздар, оны да жаза кетіңіздер. Мына жерде мен кішкентай баламмен алысып жүріп үй жинап алдым. Ол менің сыпырғыма тыныштық бермей қайта сыпырып қойды. Мен қайда барсам, сонда жүреді, анда барсам, анда жүреді. Ары сүйреп, бері сүйреп жүріп, алысып жүріп, үйімнің 2-3 бөлмесін жинап алдым. Артымнан қалмай жағаласып жүрген соң, қой бұның ұйқысы келген шығар деп ұйықтатып бесікке бөлеп тастадым. Сосын үйімді сыпырып болған соң шаңын сүртуге кірістім. Соңына дейін видеоны көргендеріңіз үшін үлкен рахмет. Қош сау болыңыздар. Келесі видеода кездескенше.